Асыл әженің әңгімелері сөз қадірін білмеген. Әй ағасы, айтасыз-ау сізде, жарайды, сөз тапқанға қолқа жоқ, бұл істің де бір қайыры болар. Әкесінің әр сөзін қалтшы бермей тыңдаса да, Саматтың бала санасының кей сөздерді құрытуға шамасы келер емес. Не де болса есіме сақтап алайын, кейін әжемнен сұрап алармын, деп жаңа сөздерді жаттап алуға бекінді. Тағы бірде әкесінің «Айтпақшы бәке, құлағыңызға алтын сырға, жақында соғым соямыз» деген сөзін естіп, еркісінің құлағына алтын сырға неге керек, деп одан әрі таң қалған. Самат үйіне орала сала әжесін іздеді. Әжесі бақ ішінде әндете тоқыма тоқып отыр екен. Келе сала асыл әжені қатты құшақтап, бетінен шөлп-шөлп еткізіп сүйіп алды. Ақ жаулықты кейуананың жүзіне демде күлкі үйіріліп, көңіліне қуаныш енді. Немересін айналып толғанып, қалтасындағы қатты құртты қолына ұстатты. «Әже!» деді бір кезде Самат даусын жоғары көтеріңкіреп. «Ау құлыным!» деді асыл әже қолындағы тоқымасын жалғастырып жатып. «Бүгін әкемнің аузынан жаңа сөздер естіп таң қалдым. Бұрын соңды естімеген соң мағынасын түсінбедім. Сіз маған сол сөздерді түсіндіріп беріңізші», деді Самат әжесінің жанына жайғаса кетіп. «Айта ғой балапаным, құлағым сенде. Әкем бір кісіге өтініш айтты. Сосын жаңағы кісі ойда жоқта бір сөз айтып қалып еді. Әкетай күліп, сөз тапқанға қолқа жоқ, деді. Ал менің қолқа дегеннің не екенін білмей басым қатты. Есейді деген осы жарқыным. Білмегенін сұрау ер жеткеннің белгісі. Ал сен түсінбеген сөзге келер болсақ, оның тарихы тым тереңде жатыр. Қазақ халқы көшіп-қонып жүргендіктен өміріміз аттың жалында, түйенің қомында өтті. Ауыр жүкті жылқыға емес, көбіне түйеге артқан. Ал атан түйе тұрған кезде оған жүк арту қиын, оны шөгеру керек болған. Сол түйені шөгеруге арналған затты, яғни қуыс киізді қолқа деп атаған. Шөгеру деген не? Шөгеру деген түйені жатқызу. Ал қолқаның сөзге не қатысы бар? Жөнді сұрақ жарығым. Жаңағы айтқан қолқаны тіпті кішкентай бала тартса да алып түйе төмендейтін болған. Ал оның мәтелге қатысы мынада. Кезінде сөзге сенгіш, уәдеде тұрғыш қазақ бір-біріне өтініш жасар болса, саған айтар қолқам бар деп көмек сұраған. Қолқа салынып тұрған адам еріксіз шөккен түйедей иіле кету керек болған. Егер одан бас тарту көргенсіздік болып көрінген. Сол кезде қиыннан қиыстырып, ойда жоқта сөз тауып кеткен жағдайда ғана өтінген адам сөз тапқанға қолқа жоқ деп өз жөнімен қайтқан. Қазақ әрбір сөздің киесі бар деп сенген. Сондықтан олар бір-біріне қолқам бар деп қолайсыз уақытта келе салмаған. Түсіндім әже. Демек маған да біреу қолқа салса, мен оның өтінішін қайтармай, міндетті түрде орындауым керек қой. Ақылыңнан айналдым арғымағым. Тек біреуге қолқа салғанда абай бол. Сенің бір сөзің оның өмір бойға арқалаған жүгіне айналып кетпесін, деген әжесі тұруға оқталғанда. Тағы бір сұрағым бар әже, деп Самат екінші сауалын қоюға дайындалды. Сосын әкем жаңағы көкеге құлағыңызға алтын сырға деді. Сонда біздің ата-бабаларымыздың арасында сырға таққан ер кісілер де болған ба? Деген немересінің кіршіксіз көңілмен қойған сұрағына асыл әже күліп жіберді. Самат қате сұрақ қойдым ба деп қысылып, алма бетіне қан жүгіріп өтті. Бұл сөздің де көтерер жүгі жеңіл емес қарағым. Бірақ құлағыңа алтын сырға дегенді бабаларымыз басқа мағынада қолданған. Қалай сонда? Деді Самат. Қазіргі жастар оны сен тыңда, саған арналған, есіңде болсын деген сөздердің орнына қолданса, біздің аталарымыз бұл тіркесті мүлдем басқа мағынада айтқан. Мысалы, деді Самат әжесіне үңіле қарап. Мысалы, хан сарайы деп елестетсек, онда ер кісілер ел ішіндегі мәселелерді, көрші мемлекеттермен болатын түйткілді дүниелердің шешімін қарастырып отырады.
сол мезетте қызмет етіп жүрген қыз-келіншектер құпия бір деректі естіп қалса, үлкен кісілер құлағыңа алтын сырға деп ауыз бөтен сөзден тиіп тастаған. Демек, оның мағынасы тыңдамай-ақ қой, мән берме деген тіркестермен пара-пар. Мәссаған әже, не деген сөздер, я? Деп Самат өзінің білімге қаныққан басын бір сипап қанаттанып кетті. Балам, қазақ сөз қадірін білген халық. Себебі сөз қадірін білмеген өз қадірін білмейді деген мәтелдің мәйегімен өмір сүрген. Сондықтан жүрген жеріңде білгеніңмен бөлісіп, халқыңның қазынасын арттыра біл деп асыл әже орнынан тұрады. Самат әжесін қатты құшақтап, бүгінгі берген біліміне алғысын жаудырды.